Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Біздің өтетін бөлімнің тақырыбы қазақ жазуының даму жолы, күлтегін жыры. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тасқа қашалған жазулар. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы сыни тұрғыдан бағалау. Ал енді балалар, 4-ші бетті ашып, 1-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Айтылым тапсырмасы: сұрақтарға жауап бер. 1-ші сұрақ: адамзат тарихында жазу мәдениеті қай дәуірден басталған? 2-ші сұрақ: қандай көне жазуларды білесің? 3-ші сұрақ: алғашқы жазбалар қандай құралдарға жазылған? 4-ші сұрақ: суретке қара. Бұл жазбалар саған таныс па? Айтылым дағдысына байланысты дескрипторға назар аударайық. Сұраққа қысқа жауап береді, 1 балл. Сұраққа толық жауап береді, 2 балл. Сұраққа жауап беру барысында жаңа сөздерді пайдаланады, 1 балл. Сұраққа жауап беру барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Келесі тапсырма бізде 5-ші бетте орналасқан жазылым тапсырмасы. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құрап жаз. Қою әріппен жазылған сөздердің синонимін тап. Бұл тапсырма бойынша дескрипторға назар аудар. Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіреді, 2 балл. Қою әріппен жазылған сөздердің синонимін табады, 2 балл. Жаттығуды орындау барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Сау болыңдар, оқушылар.